Бүгін бізде тағы да бір ерекше түсірілім, достар. Керемет коттедж үй, еще бағасы нормальный, и районы да нормальный. Толықтай мен видеосын көрсетіп болам дегенге дейін сіз маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Бастайық енді. Бұл бізде коттедж үйіміздің сыртқы көрінісі. Анау бізге гаражға қарай кіретін есік. Анау КамАЗдар жүр ғой, көріп тұрсыз ғой. Болашақта сол жерге, яғни жақын аралықта мектеп түсейін деп жатыр. Есігінің алды толығымен брусчаткаланған. И плюс есіктің алдында сонымен қатар гараждан бөлек тағы да жаздық ребенка бар. Суағардың өзін әдемілеп жасаған. Бұлай бізге газонға қарай кетеді. 2020 жылы салынып үйге кірген, енді ауланың артқы бөлігіне қарай бірден өтейік. Демалыс зонасы десем де болады. Отбасыңызбен бірге отырып демалсаңыз болады. Әдемі үйлестірген. Жаздық террасаны да ұмытпаған. Мына жерде отырып шамалы демалып. Қазан ошаққа арналған орын бар. Мына жақ бөлікте жаздық туалет бар. Жүзім бәрі бар. Сыртқы есігінің өзі ауыр екенде бағалы екен көрініп тұр. Бұл бізде үйімізде кіреберіс аймақ, аяқ киім шешуге арналған орын, сонымен қатар үлкен бағалы шкаф. Келген қонақтарыңыз да, осы үйдегілер де өзінің киімдерін іліп қойса болады. Кірген бойда келген қонақтарыңыз үйге кірмей атып, мына жерде раковина тұр. Тағы да бір бөлек туалет орналасқан. Іші толығымен кафелденген, кең туалет. Мына бөлікте бөлек жуыну бөлмесі бар. Бұл жақта да туалет бар. Мынау жаңа айтып өткен джакузиіміз. Мынау бізде бірінші қабаттың холлы. Айтып өту керек, үйге жақсы жөндеу жұмысы жасалған. Жоғарыға дейін биіктік 3 метрдей бар, даже одан асып кетеді. Перделері, қазір бөлмелерді көрсеңіздер, әр бөлменің өзінше бөлек-бөлек пердесі бар. И плюс осы әр бөлмедегі жиһаздарға үйлестірген ғой. Етпісіп тұр екен жайрас. Ас бөлмеміз 3 терезесі бар, жарық, күн жақып еді бұл бізде. Ас бөлмесі кең, и үйдегі хозяйка асты емін-еркін жүріп мына жерде ас әзірлейді. Көтерілетін баспалдақ, бұнда айтып өту керек. Бағалы материалдан жасалғаны көрініп тұр. Мықты прямо. Астында бөлек қосымша сақтауға арналған орын бар. И залға қарай өтейік. Зал, яғни қонақ қабылдау бөлмесі, жаңа айтып өткен қонақтарыңыз ортада отырып күтіп болғаннан кейін мына жерге қарай келіп жайғасады. И дәл осы жерден пати басталады десең. Так, 2 терезе бар. Үйге ара кіріп кетті. 2 терезе бар. Люстрасы әдемі күшті үйлестірген. Жаңа айтып өткенде қараңызшы. Люстрамен ана пердені қараңыз. Күшті үйлестірген. Еденін айтпақшы айтпай кетіппіз. Бізде едені барлық бөлмеде толығымен паркеттелген. Есіктері ашық түсті. И қазақ бөлмеге қарай керек. Мынау бізде қазақ бөлме. Қысқасы мына үйде әңгімелесетін орын көп қой. Ана жерге барып әңгіме айтасың, мына жерге барып әңгіме айтасың. Әңгімен таусылады енді біраз. Сол осы. Ендеше екінші қабатқа қарай өтейік. Екінші қабаттың енді басты ерекшеліктерінің бірі ортада осында үлкен холл бар. И дәл осы холлдан қалған бөлмелерге қарай өтеміз. И плюс жарықтандыруына мән беріп қарасаңыз,
әр бұрышта бөлек, яғни өзінің арнайы жарықтандыруын жасап қойған енді. Сонымен қатар жоғары жағындағы потолоктен де жақсы жасаған енді. Байқап қарап тұрсаңыздар. Енді екінші қабатта бізде так 1, 2, 3, 4, 5 жатын бөлме бар. Плюс өзінің екінші қабаттың ваннасы бар. Қазір осылардың әрқайсымен толықтай танысып шығамыз. Ең бірінші үлкен жатын бөлменің бірімен танысайық. Бұл жатын бөлменің енді ауқымдылығы кең екенін көрініп тұр. Шамамен айтқанда 25 шаршы метрдей бар. Сәйкесінше бағалы жиһаздары осы бөлменің сәнін беріп тұр. Дәл осы жатын бөлменің 3 үлкен панорамды терезесі бар. Күн жақ бетте тұр бұл жатын бөлмесі. Айта кетейін, бұл бөлмеміз біздің үйдегі хозяйская комната, яғни үй иелерінің бөлмесі. Так, ең күштісі мына жақта. Аулаға қарайтын бөлік, өзінің осы коттедждің балконы. Азанғы таңғы уақыттарда шығып қарап тұруға болады. Мына бөлікте ванна, туалет және раковинасы бар. Жақпамен жағылған. Ортада кладовка бар. Үйдегі төсектерді және артық киімдерді салып қойған алған. Және мына бөлікте тағы да бір жатын бөлмеміз бар. Екінші жатын бөлмеміз. Бұл аймақта енді бізде 2 жатын бөлме бар. Ортада жұмыс зонасы қарастырылған. Оның арнайы өзінің жиһазын жасап қойған. Мысалға айтайық, мындай компьютеріне жұмыс жасайтын стол, шкаф, бәрін керемет үйлестіріп, түсі маған қатты ұнады. Үйдегі байқап қарасаңыздар, бағанадан бері люстраларды жақсы таңдаған. Жатын бөлмелерінің тағы да келесі бөлмесі. Бұл бөлмедегі жатын бөлменің енді жиһаздардың түсі ерекше таңдалған. Әр бөлменің жиһазының өзінің бөлек бір түсі бар. Плюс перделерде айырмашылық жасайды бір-бірінен. Обойларды айтпақшы айта кетейін. Екінші қабаттарда да бізде еденіміз толығымен паркеттелген. Ана бізде қыздардың бөлмесі. Үйдегі осы бүлдіршіндердің бөлмесі. Так, пердесі, қабырғада обойы, барлығы нәзік қылып таңдалған. Керемет таңдау. Есіктері ашық түсті. Не айтамыз? Тамаша коттедж үй. Сатып алуға байланысты сұрақтарыңыз болса, онда төмендегі телефон нөмірге хабарласыңыздар.